Будақтаған түтін, қолқаны қабатын жағымсыз иіс. Бір тәуліктен бері өртеніп жатқан Алматы облысы Іле ауданында орналасқан қоқыс полигонындағы көрініс осындай. Өрт 38 гектар аумақты алып жатқан қоқыс полигонының 3 гектарын шарпыған. Облыстық төтенше жағдай департаментінің мәліметінше, өрттің шығу себебі әзірге белгісіз. Ол арнайы комиссия тексерісінің қорытындысы бойынша анықталады. Өрттің таралуы тоқтатылғанымен жалын толықтай сөндірілген жоқ. Іле ауданы әкімінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, өртті сөндіруге 100 адам, 30 бірлік техника, Ми 8 тікұшағы жұмылдырылған. Ана мусор жанып атқан, высотой 4-этажный дом. Итеріп, престеп тастаған. Міне сол өшпей жанып атыр. Вертолетпен су құйса да өшпей жатыр. Енді ол өшпейді. Себебі ана мусор төмен кете береді оттың бәрі. Но ертең басқара не болса, экология бұзылады деп айтқан жоқ ешкім. Сонда біз не, мына жерде тұрған не, біз бәріміз адам малымыз ба? Біз неге мынамен демалуымыз керек? Біз мұны мысалы кешелер есік терезені жауып отырмыз, все равно кіреді түтін үйге. Сонда біздің кінәміз қанша? Мыналар ақшаның бәрін жеп, мынандай жағдайға жеткізді ма? Ана мусорды үйіп тұрып, итерді. Біз сөйлесіп отырмыз, осы поселокта тұрған, ана поселокта тұрған адамдар жалы заявление жазамыз коллективіне. Сотқа береміз мыналардың да. Облыстық төтенше жағдай департаментіндегілер қоқыс үйіндісінің биіктігі 10-15 метр болғандықтан өртті бірден сөндіру қиындық тудырып жатқанын мәлімдеді. Полигон 10 жылдан бері жұмыс істеп тұр. Қоқысты өңдеу жұмысына Таза жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, топырақ құнарлығын қалпына келтіруге Таза әлем компаниясы жауапты. Арнайы темірлермен қоршалған қоқыс полигонының аумағына жақын жол жиегінің барлығында қоқыс үйінділері көптеп кездеседі. Полигоннан шығып жатқан қою қара түтін әлі сейілмеген. Сол маңдағы жол қозғалысын жол-патрульдік полиция қызметкерлері реттеп тұр. Кеше түтін салдарынан жол бойындағы көрініс қиындап, Алматы-Қапшағай автожолының 33-35 шақырымында 8 автокөлік өзара соқтығысқан. 3 адам жарақат алған, 1 адамның жағдайы ауыр. Аудандық әкімдіктегілер қоқыс полигонында соңғы бірнеше жылдықта өрттің болмағанын, жақын маңдағы ауыл тұрғындарының полигоннан сасық иіс және тағы басқа мәселе бойынша шағым түспегенін алға тартады.